Қаладағы әжептәуір құрылыс компаниясының директоры 40-тан 40-сына іліккен есеттен жаман ауру табылды. Астанадағы дәрігер досы қынжыла отырып, 2 ай өмірінің қалғанын жеткізді. Біз қонақпыз. 2 айдың ішінде қанша адамның жол апатынан, өзге де бәле-пәтерден о дүниелік болып жататынын бір Аллаға мәлім. Ешкім қашан кететінін білмейді. Сен білесің, деді. Есет осы сөздердің барлығын досының жылату үшін бе, әлде жұбату үшін айтқанын түсінбеді. Қаралы хабарды сабырмен тыңдаған ол, аэропортта досының қолын ұстап тұрып, бұл хабардың құпия қалуын өтінді. Ұшақтан түскен бойдан күтіп алған шопырымен құмырсқаның илеуіндей қыз-қыз қайнап жатқан кеңсесіне қарай емес, әке-шешесінің басына барып қайтты. Мазалай берген соң ұялы телефонын да өшіріп тастады. Өзіне сұраулы көзімен қараған шопырға ағасының адресін айтты. Шешесі марқұм ағасы екеуін құшағына қысып отырып, анасының қос қанаты ғой деп кезек-кезек бастарынан ескейтін. Әскерде орыс жерінде болған Әсет қысына шыдай алмай ауырып, артынан ағасы іздеп келіп еді. Қожанасыр ағасы мұны оңаша шақырып алып, ауылдағы тайыншыны сатып, ақшасын командиріңе беріп, сенің орныңа әскерге мен қалсам қайтеді деп еді-ау. Сөйткен ағасының жол апатынан аяғынан айырылып жатқан баласына көмек сұрап хабарласқанына да біраз уақыт өтіп кетті. Әйтеуір бір жанталас өмір. Енді кешіктіруге уақыт жоқ, деді бұл өзін өзі кекетіп. Ағасында Құдайға шүкір бала жетеді. Ауылдағы ең көрікті қыздардың біріне үйленгенде, жеңгесінің әдемілігіне малданып, біразға дейін танауы шелектей болып жүріп еді-ау. Қазір қаладағы қуықта 2 бөлмелі үйде тұрып жатыр. Бұл ағасы сияқты ғашық болып, күйіп жанбады. Кішкентай кезінен жоқшылықты көріп өскен бала аяғын аңдап басып, есеппен отау құрды. Білде құрылыс басқармасына жұмыс жасайтын дөкейдің бұлаңдап өскен қызына құрық салды. О бала қане, Әсия осы уақытқа дейін өзге ақымақ қатындардай, сенің осы дәрежеге жеткенің менің әкемнің арқасы деп бетіне салық етіп басып көрген емес. Бойын күтіп сыланып қалған келіншегі Асқармен Аминадан соң бала көтермей қойды. Осы уақытқа дейін мән бермей келген Әсет дәл бүгін балаларының аздығына өлердей өкініп келеді. Атасы жұмысқа қасына алды. Зейнеткерлікке кеткенде тәп-тәуір лауазымға тағайындап кетті. Жұмысқа деген өлермендігінің арқасында директорлыққа дейін өсіп, бүгінде жекеменшік құрылыс компаниясының басқарып отыр. Кең сарайдай үйі бар. Арқыраған қара джип астында. Күні кешеге дейін өзін ақ тауды айырып, қара тауды қайырып жүрген бүгінгі күннің батырындай сезінуші еді. Ал бүгін бәрі мағынасыз, бәрі сұрғылт қажетсіз нәрсеге айналып кеткен сияқты. Күзетте жұмыс жасайтын ағасы әлі үйіне келе қоймапты. Бір кездері көздің жауын алатын сұлу жеңгесінің өңі солғын көрінді. Ыңғайсызда үнсіздіктен соң қара тентекке келіп едім, деді күмілжіп. Көрші бөлмеден Асқаттың көке деген жарқын даусы естілгенде қуанып кетті. Бала кереуетте жатыр екен, әйтеуір бір аяғы аман, оған да шүкір. Көке, сенің келетініңді білгенмін, түнде түсімде көрдім, деді бала бұны тас қылып құшақтап. Есеттің жүрегі езіліп кетті. Асқаттың қасында біраз отырды. Бала фантастикалық кітап оқығанды ұнатады екен. Оқуды үздік оқитын, ол болашақта хирург болуды армандайтынын айтты. Аяғым бар кезде мектептегі футбол командасының ең мықты шабуылшысы едім деп мақтанды да қойды. Ертең шетелге алып кететінін естігенде жүзі қуанышынан бал-бұл жайнап жанып кетті. Орнынан тұруға оқталғанда қолын қысып, көке, мені емдеткен ақшаңызды аман жүрсем қайтарамын, деді нық дауыспен. Бұл баланың қайсарлығына риза болды. Енді ол ақша көкеңе керек болмайтын шығар, деді ішкі дауыспен Есет. Жеңгесі ас үйге шай жасапты. Бой жетіп қалған Мәдина жұпыны киімнен қысылғандай имене қарап сәлем берді. Азық-түлік дүкеніне барып, бірнеше пакетті толтырып Асқатқа компьютер алып келгенде ағасы жұмыстан оралған екен. Екеуі құшақтасып амандасты. Компьютерді көргенде бала асқырып жіберді. Кішкентай үйдің іші үбірлі-шүбірлі балалардың қуанышты үніне толып кетті. Не алып берсе де қуанбайтын өз балалары есіне түсті. Кетерінде есепшіліктің оқуын қызыл дипломмен бітіріп, үйде жұмыссыз жатқан Мәдинаға бір уыс ақша ұсынды да, бастан аяқ кейін. Ертеңнен бастап бізде жұмыстасың, кадрға ескертемін. Бізде сен сияқты энергиясы көп, білімді, білікті жас мамандар өте қажет, деді күлімсіреп. Мәдинаның қуанғаннан беті қызарып кетті. Рахмет көке,
Сеніміңізді ақтаймын, деді дауысы дірілдеп шығып. Ағасының отбасына қуаныш сыйлағанына өзін керемет бақытты сезінді. Қоштасарда ағасы бірдеңе сезгендей қатты құшақтап, бәрі жақсы ма, деді қамқор үнмен. Кішкентай кезінде көшеден таяқ жеп келгені үшін талай төбелеске түскен ағасының осы жолы дәрменсіз екенін ойлағанда жүрегі сыздады. Жақсы, деді бұл ағасының құшағынан босап жатып. Осы кезде бағанадан бері ләм-мим деп тіл қатпаған жеңгесі таяқ жеген жас балаша өксіп жылады. Өмір бойы тілеуіңді тілеп өтемін Төрежан, деді жылап тұрып қайран жеңгесі. Далаға шыққан соң шопырын босатып жіберіп, үйіне жаяу тартты. Өзін көптен бері бұлай сезінген жоқ еді. Әрбір үйде тапсырған сайын бір мүжәлсіз отбасыға пәтер сыйлап, кілт тапсыруды үрдіске айналдырып жүрген Есет жаңа жыл қарсаңында тапсырылатын үйден бөлінетін пәтерді ағасының отбасына беретін болып шешті. Үйге кіргенде өзіне аңтарыла қараған келіншегін көрді. Телефоныңда өшіп жатыр, жұмыстан да іздеді уайымдап деп асыға сөйлеген Асиясына сабырмен қарады да жатын бөлмесіне қарай өтіп кетті. Бүгін жұма екені есіне түсті. Аптаның соңғы күнінде жолдас жігіттермен жел шығарамыз дегенді желеу етіп, отырыс ұйымдастырып көңіл көтеруді әдетке айналдырып еді. Енді мұндай ақымақ тірлікпен айналысуға уақыт жоқ, Есет мырза, деді өз-өзіне. Киімшең диванға қисайды да қалың ұйқыға кетті. 2 айдан соң өзінен табылған жаман аурудың өзі түгілі ізін көре алмай дәрігерлердің қайран қалатыны ұйқыдағы Есетке беймәлім еді.